Сәлем әлем, Караван Кизет медиа порталында жаңа подкаст, жаңа сұхбат. Бүгін өте өзекті тақырыпты қозғамақшымыз, ол вакцинация. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда коронавирусқа қарсы денсаулығына алаңдаған көпшілік қауым вакцинаны қабылдауда. Жақында ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирустың Қазақстанға келгеніне 1 жыл болғанын айтып, бұл дерттен құтылудың жалғыз жолы вакцинация екенін айтқан болатын. Бүгін осы вакцинация жайлы белгілі инфекционист дәрігер Толқынай Ордабаевамен бірге талқылайтын, хабарлайтын боламыз. Олай болса, біз бастаймыз. Толқынай Берікқызы, ең алдымен сізге үлкен рахмет. Осы подкастқа, бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге. Ең алғашқы сұрағым, қазіргі вакцинация туралы айтып берсеңіз, өзіңіз вакцинацияны қабылдадыңыз ба, салдырттыңыз ба? Осы жайлы айтып өтсеңіз. Қазіргі кезде бізде Қазақстанда Ресей вакцинасы Гамковид-Вак деген вакцина жасалып жатыр. Ол Спутник Ви. Екі компоненттік вакцина. Векторлық вакцина болып табылады. Вектор дегеніміз көбею қасиетін ДНК-сын жоғалтқан вирус болып табылады. Ол вирус болып аденовирус табылады. Адено 26. Соның ішіне ортасына ген орналастырады. Спайс белоктың генін үстіп осы вакцина құралған. Вакцина кезінде 2 вакцинация жүргізіледі. Біріншісі, одан кейін екіншісі 21 күні жасалынады. Соның арқасында бұл вакцина тұрақты болып табылады. Және де бұл вакцинаның арқасында адам 2 жыл COVID-19-бен ауырмайды. Уақытта екінші вакцинаны 21 күн емес 60 күнге дейін аралығында жасау керек. Сол кезде тұрақты иммунитет қалыптасады. Бұл COVID-19-дан 91 және 6%-ға адамды қорғайды. Вакцинаны Қазақстан қалалар арасында жеткізу кезінде негізінен транспортировка, хранение және де разморозка деген көрсеткіштер сақталу керек. Ол үшін арнайы термоконтейнерларда осы вакцина алып келінеді, және де -18 градус аралығында жеткізілу керек. Және де осы вакцинады сақтайтын арнайы холодильниктер керек. Әрине, мен бұл вакцинаны қабылдадым, бірақ кешіктіріп қабылдадым. Себебі бірінші вакцинаның партиясы келген кезінде мен сол мезетте ауырып жүрген болатынмын. Жақын аралықта істеттім бұл вакцинаны. Бұл вакцинацияның жанама әсерлері болуы мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Өзімде жанама әсер байқалған жоқ вакцинадан кейін, бірақ та біздің дәрігерлердің арасында әлсіздік, тершеңдік, температураның 37,5-ке дейін көтерілуі, буындардың сырқырауы, және де вакцина жасатқан аймақта қызару және домбығы байқалған. Бірақ та ондай әсерлер любой вакцина жасатқан кезінде байқалады негізінен. Иммунолог дәрігер емеспін, бірақ та инфекционист дәрігер түрінде айта аламын. Вакцинация кезінде ондай реакциялар байқалады. Кейбір адамдарда мүлдем реакция болмауы мүмкін. Адамдарға коронавирусқа қарсы вакцинаны алу қаншалықты маңызды? Вакцинаны алу маңызды, себебі егер вакцинаны алатын болса 70-80% халық, онда инфекцияның берілуі азаяды. Біріншіден, екіншіден, вакцинацияланғаннан кейін, мысалға, біздің арамызда жүрген апалар, әжелер, олар ауырмайды. Вакцинациялаудан кейін науқастар маскасы жүре ала ма? Вакциналанғаннан кейін халық маскасы жүре алады. Өйткені бірақ та ол үшін вакцина бірінші, екінші вакцинасын толыққанды алу керек. Сол кезде ғана иммунитет қалыптасады. Сол кезде халық ел қорықпай маскасы жүре берсе болады негізінен. Вакцина алған. Коронавирусқа қарсы екпе жасағанға дейін және кейін өзін-өзі оқшаулау керек пе? Негізінен вакцина алғаннан кейін, толыққанды иммунитет қалыптасқаннан кейін халық оқшауланбаса да болады. Балаларға коронавирусқа қарсы вакцина егіле ме? Балаларға негізінен қазір коронавирусқа қарсы вакцина егілмейді. Негізінен вакцинация 18 жастан жүргізіледі. Спутник Ви-мен. Ал ақш вакцинасы бар, Pfizer деген, ол вакцина 16 жастан жүргізіледі негізінен. Және де негізгі жасамаудың балаларға себебі, біріншіден, толыққанды клиникалық зерттеулер әлі жүргізілмеген. Именно осы балаларға жасалу керек, жасалмау керектігі жайлы.
Негізінен балаларда COVID-19 жеңіл түрде өтеді және де жедел түрде өтеді. Ол 1-2 күннің ішінде бала ауырып, одан сауығып кетеді. Және де баланың ауырған кезінде алғашқы күндері температурасы көтеріліп, әлсіздік байқалуы мүмкін. Және де балаларда ауыр түрге ауыспайды бұл инфекция. Және де негізінен клиникалық зерттеулер жасалып біткеннен кейін болашақта балаларға да вакцина жасалатын шығар деген ойдамын. Жасалуы да керек бір жағынан қарағанда. Себебі балалар өздері жеңіл ауырғанымен, атасы бар, ата-аналары бар, соларға осы COVID-19-ды жұқтыруы мүмкін. Оларды сіз жақсы білесіз, иммунитеті нашар болған соң ол ауырып өтеді. Және де осы қазіргі заманда бұрынғыдай өмір сүру үшін, бұрынғы қалыпқа көшу үшін, елдің бәрі онлайн емес, қалыпты бұрынғыдай өмір кешу үшін коллективті иммунитет деген қалыптасу керек. Ол үшін септігін тек қана балалар, үлкендер ғана емес, оны балалар да қалыптастырады, осы иммунитетті. Сол себепті негізінен болашақта балаларды вакцинация жасалу керек деп ойлаймын. Маған сұрақ қойған болатынсыз. Негізінен вакцинация жасалу керек па негізінен адамға? Керек, себебі тек қана негізінен вакцина жасалғаннан кейін адам ауырады. Любой вакцина жасалғаннан кейін адам ауыру мүмкіндігі бар. Сол инфекциямен кездескен кезінде. Бірақ та ол адамда инфекция жеңіл түрде өтеді. Вакцинаны салдырудың 2 кезеңі бар. Соның екеуінен де өту міндетті ме? Вакцина алудың 2 кезеңі бар. Екінші кезеңі 21 күннен кейін жасалынады. Негізінен қазіргі уақытта 60 күнге дейін созған. Екеуінде алуы керек, себебі егер бір ғана вакцинаны алсаңыз, сіз толыққанды иммунитет қалыптаспайды. Екіншісін алғаннан кейін тұрақты, ұзаққа созылатын жақсы иммунитет қалыптасады. Сол үшін екінші вакцинаны алуға, бірінші вакцина алған адам екінші вакцина алуға міндетті. Толқынай Берікқызы, жұмысыңыздың қауырттылығына қарамастан бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Бүгін көкейде жүрген көптеген сұрақтарға жауап алдық. Сізге көп рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Жаңа ғана Толқынай Берікқызы айтып өткендей, Қазақстан арасында да осы жылдың 1 ақпанынан бастап Ресейде шығарылған Спутник V вакцинасы пайдалана отырып, коронавирусқа қарсы вакцинация басталды. Одан әрі 15 ақпаннан бастап вакцинациялау процесіне Қарағанды фармацевтикалық кешенінің базасында өндірілген Гам-Ковид вакцинасы қосылатын болады. 2021 жылдың 2 тоқсаннан бастап вакцинациялау процесіне отандық өндіріс Cas-Covid-In препараты қосу жоспарланып отыр. Бұл вакцинация қазіргі уақытта клиникалық сынақтардың 3 кезеңінен өтуде. Вакцинаны алу керек, ол өзіміз үшін, денсаулығымыз үшін керек. Дегенмен әркімнің өз таңдауы да бар әрине. Ауырмайық, сырқамайық, бұл дерттен, вирустан тезірек құтылайық. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен Ғалымжан Сәңкібаев және Караван Медиа порталы. Келесі жүздескенше Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.